Мағжан Жұмабаев 1893-1938 ақын, прозашы, аудармашы, педагог, журналист және публицист. Солтүстік Қазақстан облысының Булаев ауданында дүниеге келген. Уфадағы медресені бітіреді. 1913 жылы мұғалімдер семинариясына түседі. 1923-1927 жылдары Москва әдебиет институтында оқыған. Қазақ тіліне Лениннің, Горькийдің, Ивановтың, Мамин Сибиряктың және тағы басқа жұмыстарын аударған. 1927 жылдан бастап педагогикалық қызметке ден қояды. Мағжан Жұмабаев ұлы қазақ ақыны. Оны қазақтың Александр Пушкині деп атайды. Оның поэмалары Қорқыт, Батыр баян, өлеңдер жинағы Шолпан көпшілікке әйгілі. Поэт, прозаик, переводчик, педагог, журналист и публицист. Родился в Булаевском районе Северо-Казахстанской области. Окончил медресе в Уфе. В 1913 году поступает в учительскую семинарию. В 1923-1927 годах учился в Московском литературном институте. Перевел на казахский язык ряд работ Ленина, Горького, Иванова, Мамина Сибиряка и других. С 1927 года целиком отдается педагогической деятельности. Мағжан Жұмабаев – великий казахский поэт. Его называют казахским Александром Пушкиным. Знамениты его поэмы «Қорқыт», «Батыр баян», сборник стихотворений «Шолпан».